Баршаңызға сәлем қадірмен көрермен. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон GBC 2016 жаңа безопасность патчмен, айтқанда қауіпсіздік патчты. Жаңа обновление болып кеткен телефонда Google блокировкасына түсіп қалған жағдайда талбек функциясымен YouTube-қа кірейік десек, YouTube бізден обновление сұрап жатыр. Яғни YouTube-та обновить етпесең кіре алмайсың деген сияқты. Ол мәселені қалай шешуге болатындығына байланысты видео түсірсек деген ойда едік. Екінші жерде далее деген бізде подтвержден аккаунт деген бөлікте шынымен телефон Google аккаунт блокировкасынан түсіп қалған, құлтанып қалған, даледе өткізбейді. Енді біз ол жерден артқа қайтамыз, не істейміз? Ол бізде Wi-Fi-ға қосылып тұр. Енді телефонда біз талбек функциясын қосып, даму кнопкасын 3 рет басып, талбек функциясын қосу арқылы біз талбек бетіне үлкен L әрпін сызатынбыз. Талбек настройкаға басамыз, настройка талбекке бір рет, 2 рет тездетіп басамыз, настройка талбекке кіріп кететіміз. Енді дамойды өшіреміз, дамойды басып, 3 рет басып, талбекті өшіреміз. Енді ол жерден справка отзывқа кіретіміз. Әрине осылай, барлығында осылай кіреміз. Және ол функциясы access для Android-ға кіріп, мына жерде YouTube-тың терезесі шығатын. Сол YouTube терезесіне басатын болсақ, ол бізде қосылады. Қосылған соң сол видеоның тақырыбына басамыз. Оның тақырыбына басқан соң ол бізден YouTube появится новая версия приложения YouTube дейді. Update, яғни телефонда YouTube-тың версиясын жаңарт деп сұрап тұр. Біз оны егер жаңартуға басатын болсақ, ол әрине бізден ескі Google аккаунтты енгіз деп сұрайды Play Market-тен. Енді біз не істейміз? Артқа қайтамыз. Бұл жерден біз полный айтқанда толықтай артқа шығып кетеміз де. Полностью, орысша айтатын болсақ, телефонды өшіреміз. Қазір біз сонда алып тастайық, телефонның қуаты өліп қалып еді. Өшіріп, телефонда бір hard reset жасай жібереміз. Сброс настроек. Екі телефон толықтай өшті бізде, екі дызылдады. Енді плюс кнопка, өшіріп қосу, дамой кнопкасын үшеуін бірдей басамыз. Өшіріп қосуды жібереміз, плюспен дамой кнопкасын басу жалғастырасыздар. Бір сброс настройк жасай жібереміз. Неке. Installing System Update дейді. Яғни осылай телефонда бір hard reset жасай жібереміз. Қазір recovery минус шыққан соң жалғастырсақ достар, уақыттарыңызды сіздердің кішкене үнемдеу үшін. Өйкі бұлай болып шығады. Енді өшіріп қосуды басып тұрып, бір рет кішкене, және плюсті тездет бір рет басып жіберсеңіздер, мынандай no support single SQ деген шығады. Одан кейін кішкене күтесіздер, recovery минус шыға қояды. Жаңа no command деп тұрған кезде. Енді оның өзін күтетін болсаңыз, кішкене уақыт күтесіздер, біраз уақыт алып қалады. Мінеке қараңыздар, ерекшелігі загрузчик версиясы 3. Ол бізде мінеке мына жерде тұр. Қазір көрсетейік сіздерге. Мінеке G510 FN XXU3 BSG2. Мінеке U3 деген тұрға загрузчик версиясы 3 болып ауысып кетіпті. Енді бұл жерден біз Wipe Dataға кіреміз, Factory Reset. Нодан минуспен төменге yes, өшіріп қосумен оны растаймыз. Wiping data толықта форматталды. Енді reboot system now'да басамыз. Өшіріп қосуды басасыздар. Және телефон қосылады. Қосылған соң Wi-Fi-ға қосамыз әрине, бірақ ол кезде кішкене ерекшеліктер болады. Соны біз сіздерге қазір көрсететін боламыз. Әрине видеоны қазір біз тоқтата тұрайық. Телефон толықтай қосылған соң жалғастырамыз. Мінеке достар, телефон қосылып жатыр. Енді бізге екінші телефонымыз керек болады. Яғни Wi-Fi шығарып жатқан бізге, Wi-Fi тарататын екінші мобильный точка доступ деп айтып жатамыз ғой орысша енді. Сондай телефон керек болады. Мінеке бізде телефон қосылды. Қош келдіңіз деп тұр. Жарайды, біз орыс тіліне ауыстырайық. Окей. Начать. Ставьте сим-карты для доступа к услугам сети деп қояды. Қазір біз сим-карта салмаймыз, мына жерде да. Енді бізге не істеу керек болады? Әрине біз Wi-Fi-ға қосамыз, бірақ қосатын кезде асықпай тұрамыз.
мына жерге паролін жаз деп тұр. Паролін жазып шығамыз. Мінекей паролін жаздық. Енді қараңыздар. Біз паролін жазып қазір подключиться етеміз. Ол бізде телефон Wi-Fi-ға қосылды деп тұрады GPS телефонда, G500-да. Одан кейін қосылғаныңызды артқа қайтамыз. Ерте тез артқа қайтарамыз да, тілді таңдайтын бөлікке, начальный страница дейді ғой. Сол жерге қайтамыз. Одан кейін дереу Wi-Fi шығарып тұрған телефоннан мобильный данныйын өшіріп қоямыз. Мобильный данныйды. Мінекей қосылдық. Мінекей қосылып жатыр ол. Артқа бір рет қайтамыз да Wi-Fi-ді өшіріп қоямыз. Мобильный данныйды. Енді талбек функциясын қосамыз. Домой кнопкасын 3 рет басасыздар. Талбек функциясы қосылады. Мінекей. Енді экранның бетіне үлкен L әрпін сызамыз. Алдыңғыдай настройка талбекке бір рет басамыз. 2 рет басып тездетіп кіреміз. Енді өшіріп домой кнопкасын 3 рет басасыздар. Мінекей, телефон бізде справка отзывқа төменіне түсеміз. Қазір шалықтып жатыр. Адамдар шалықтып қалды. Мінекей, енді Wi-Fi-ға қосылып тұр. Бізде бірақ мобильный данный өшіп тұр. Қазір телефонда справка отзывқа келген соң, енді мобильный данныйды қосамыз. Справка отзывқа басамыз енді G500-да. Ол функция Switch Access для Android. YouTube-тың терезесіне басамыз. Обновление сұрамаса дұрыс болар еді. Switch Access for Android. Ол мінекей сұраған жоқ, көрдіңіздер ғой. Оны өшіріп тастаймыз. Адамның белгісіне басамыз. Условия использования YouTube. Мына жерде отмена. Енді мына жерден ADROM деп жазамыз. Яғни интернет браузер, ADROM bypass. Енді бізге екінші телефон керек жоқ. Осылай тұра береді, қосылып алып тастаймыз оны шетке. Енді мына жерден bypass Google аккаунт 2020 ADROM-ға кіресіздер. Бұл жерден 2 файлды скачать етуіміз керек болады, бізге керек болатын. Ол FRP ADROM APK, Android жетілерге арналған файл. Одан кейін Quick Shortcut Maker APK скачать етеміз. Төменге кішкене түсірсек, мына жерде закладка шығады. Закладкаға басамыз. Мына жерде отмена, журнал загрузок. Мінекей, FRP ROM, Quick Shortcut Maker. FRP ADROM дегенді бірінші орнатамыз, APK. Мына жерде несі? Мына жерде FRP ROM бізде толық скачать етілмеген сияқты. Загрузки. Мына жерде белгісі APK емес, Android-тің белгісі болып ауысу керек. Қазірше тоқтата тұрайық, достар. Мінекей. Загрузки. Көрдіңіздер ғой? FRP ROM ADROM мінекей. Мына белгі ауысты. Android қара белгіге ауысты. Жаңағы APK деп тұрған. Енді осыны орнатамыз. Настройки. Жаңағы синтактическая ошибка деп шықса солай. Неизвестный источникті қосамыз. Разрешение только алып тастаймыз. Жерде окей. Төменге түсіреміз. Установить. Мына жақта бізде екінші телефон келіп тұр. A30 телефоны. Оны да көрерміз, бәлкім қандай жолдармен ашылады екен. Егер ескі жолдармен болса, оған байланысты видеолар бар. Ал жаңа тәсіл қолданатын болса, оған байланысты да түсірерміз. Нәсібетші. Енді бұл жерде готованы басамыз. Енді Quick Shortcut Maker APK-ны орнатамыз. Установить. Мінекей, осылай бұл жаңағы YouTube-тың обновление сұрап қалғанын осылай аттап өтуге болады екен. Яғни бір рет hard reset жасай жіберсеңіз, Wi-Fi-ға қосылып тұрып қалатын болса, ол YouTube обновление сұрап қалады. Ал hard reset жасайтын болсаңыздар сіздер, YouTube үлгермей қалады бұл айтқанда обновление сұрауға сізден. Дереу кіргізіп жібереді. Енді бұл жерде открытті басамыз.
Енді приложение деген жерде 3 бөлік болады. Действие приложение избранное. Приложениеға басамыз да, бұл жерден NAS деп жазамыз. Настройки, рассмотреть. Енді телефон настройкасына кіре қойдық біз. Телефон настройкасының ішінде экран блокировка и безопасностьқа кіреміз. Ең төменіне түсесіздер. Другой параметр безопасности. Вот екен администратор устройства. Найти устройстводан выключить. Өшіріп қоямыз. Артқа қайтамыз. Енді приложениеге кіреміз. Приложениенің ішінде әрине алдыңғы видеолардағыдай осында Android жетілерді қалай жасап жүрген едік, дәл солай жасаймыз. Google Play Service, выключить, остановить. Остановитқа қайтадан басамыз, тағы да басамыз. Мынандай болып өшу керек неге. Басылмайды, көрдіңіздер ғой. Артқа қайтамыз. Енді блокировать учетный записьқа кіресіздер. Учетный запись, будет учетный запись. Енді бұл жерден Google G деген белгісі тұрады, Google-дың көрдіңіздер. Енді осы жерге өздеріңіздің білетін, қолданыста жүрген Google аккаунттарыңызды жазасыздар. Паролмен аккаунтын білетін. Ол жазылды. Далияны басамыз. Енді мына жерге парольдарыңызды жазасыздар. Біз енді өзіміздің парольді сіздерге көрсете алмаймыз. Мінеке пароль жазылған соң далияны басамыз. Принимаю. Проверка. Мына жерде ештеңе баспаймыз. Шетке баса саласыздар. Google жазылды. Енді қараңыздар. Приложениеге қайтадан кіреміз. Настройкадан шығып кетпей. Приложение. Все приложениеге баса салайық жоғарыда. Ол жерден отключение. Disable ағылшын тілінде тұрса егер. Сервис Google Play. Выключить. Артқа қайтамыз. Облакқа учетный записьқа қайтадан кіріп, учетный записьқа кірсек, жаңа Google-дың белгісі өзінің Google Play сервисінің белгісіне айналды. Көрдіңіздер ғой? G-ның знагы. Жаңа ол бізде кішкентай G болып тұрған еді. Енді приложениеге кіріп, жаңа FRP байпасты осы жерден өшіріп тастай салсақ болады. Сервис Google Play-ді қосып болған соң өшіріңіздер. Байпас FRP Durом. Енді ол бізге қазір қажет емес. Рахмет, ол біздің өзінің қызметін атқарып кетті. Окей, өшіріп тастаймыз. Удалить. Удаление завершено. Енді телефонда бір рет өшіріп қосамыз. Өшіріп қосуды басамызды, басып тұрасыздар. Перезагрузить. Қазір телефон қосылған соң жалғастырамыз. Клиенттер келіп жатыр екен. Мінеке телефон қосылуда. Видеомыз үзіліп кетті, жаңа видео негізі. Тоқтатып қойып едік, адамдар келіп. Мына жерден начать. Мына жерде қарасаңыздар, астында мына жерде специальный возможность деген жазу жоқ. Егер Google аккаунт жоқ болса, мына жерде специальный возможность деген жазу шығып тұрады. Начать. Неге Wi-Fi-ға қосылып тұр. Далее. Төменге түсіреміз. Принять все. Далее. Кішкене күтеміз енді. Әрине. Проверка обновления. Это может занять несколько минут. Қазір аккаунт таба білен деген бөлік шыққан соң жалғастырсаға, достар. Мұнаны қараңыздар. Проверка обновления. Вернитесь назад и подключитесь к другой сети дейді. Біз бірақ барлығын дұрыс жасадық қой, дұрыс па? Аккаунтты жаздық, Google Play сервисті қосып қойдық. Енді Adromның ол жерде бізге қажеті жоқ, одан кейін жаңаға FRP-ның. Ол өшу керек, назад қайтып сұрап тұр ол бізден. Қазір күтейік кішкене. Кішкене күтулеріңіз керек екен. Вернитесь назад дегенге аккаунт таба білен деп неке шықты. Көрдіңіздер ғой. Жаңа вернитесь назад деп тұрады. Күтіп тұра бересіздер, одан кейін аккаунт таба білен де шығу керек екен. Мінекей. Қазір жалғастырамыз.
Менікі аккаунт абонемент шықты, далее. G5 2016 дейді бұнда. Айтқанда, бірақ бұл тәсілмен біраз телефондардың блокировкасын ашуға болады екен. Яғни осылай Android 7 болып тұрған. Оның ішінде Redmi деген телефон бар, айтатын болсақ мысалға. Redmi 5 Plus-ты ма, осылай біз ашқан едік. Бірақ енді оны видео түсірмедік, әрине. Видео түсіре алмай қалдық. Android 7-лерді, яғни осылай, осы тәсілмен қолданасыздар, бірақ ол үшін талбекпенен кіруілеріңіз керек. Немесе Nokia телефондар болса, оларда экстренный вызов арқылы кіріп, данные для экстренный случай деп шығады. Енді мына жерден не восстанавливать деген таңдаймыз енді біздің жағдайда. Сіздерде солай шықса солай таңдайсыздар. Мына жерде не сейчас. Төменге түсеміз, принять. Пропустить. Почти все готово, дейді. Samsung аккаунттан өтіп кетеміз. Пропустить. Готово. Және телефон толықтай ашылды. Яғни Талбек YouTube обновление сұрап жатыр дейді. Біздің скачать етілген екі файлымыз. Настройка. Келіңіздер, телефонның сведенного телефоны көріп кетейік. Версиясы қандай обновление, қай айдікі, қайсы жылдікі деген сияқты. Мінекей. Android 7.1 версия U3.BS дейді. Одан кейін уровень безопасность Android 2019 1 июль, 1 шілде дейді. Қараңыздар, бір жыл болған екен. Енді сіздер не істейсіздер? Телефонда, егер сіздікі болса, өзіңіздің телефоныңызды осы күйінде қалдырасыздар. Енді оны біз клиентке жасап жатқандықтан, бұл жерден біздің учетный записімізді өшіріп бастаймыз. Клиентке ол учетный запись керек емес. Удалить учетный запись, удалить. Wi-Fi-дан да шығарып бастаймыз. Әрине. Подключено. Забыть. FR Pro-ды біз өшіріп тастадық, көрдіңіздер. Егер де өшірілмесе, онда сіздерден төбеден уведомлениелер шыға береді. Ол кезде настройкаға кіріп, настройкада приложениенің ішінен FR Pro-ды өшіріп тастайсыздар. Quick Shortcut Maker-ді өшіріп тастасаңыздар болады. Мінекей, удалить. Керек болмаса егер. Мінекей. Толықтай ашылып тұр. Сонымен видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, достар. Subscribe, please subscribe channel. Пожалуйста, подпишитесь на канал.